Енді өздеріңізге таныстыратын келесі қонақтарымыз бір сыныпта, бір партада оқып өскен осындай құрдас аталарымыз бүгін бір дастарханда келіп дәмдес болып жатыр екен. Осы кісілерге сөз кезегін берсек, за Алтай уулман Цэнгэл сумыг төлөөлөн ирж байгаа. За Монгол Алтай нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны даргаар ажиллаж байсан. Одоо Монголын нүүдэлчин уугуул иргэдийн холбооны тэргүүнээр ажиллаж байгаа юм уулман байгаа. За дараагийн танилцуулах гэж байгаа хүн маань Алтай сумыг төлөөлөн ирсэн мөн Саид бүрэн дунд сургуулийн менежерээр ажиллаж байсан Ханат гэдэг өвөө маань хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн түүнчлэн Кажи өвөө маань Колиа 3 дугаар багийг төлөөлөн ирж байгаа. Сахилгааны инженер мэргэжлээ хийж байгаад тэтгэвртэй гарсан ийм 3 сайхан нэг үеийн өвөөнүүд маань хүрэлцэн ирээд байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргээд энэ сайхан баярын мэндчилгээг дэвшүүлнө хэмээн урьж байна. Эсте қаларлықтай қайталанбас бір әдемі сәт болды. Аймағымыз көлемінде ең биылғы наурыздың ең алғашқы дастархан жайы мына Саян телевидениесі мен Самғар Бөгөж компаниясының азаматтарын ұйымдастыруымен аймағымыздың ардагерлері, қайраткерлері, мен сияқты мықты ақсақалдармен бірге бас қостық. Шарасыз бұл бір қайталанбас сәт деп ойлаймыз. Осыны ұйымдастырған сіздерге, азаматтарға, азаматшаларға істеріңіз сәтті болсын. Келіп жатқан жаңа жылда асықтарыңыз алшысынан түссін дегенді айта кеткім келеді. Неге олай айтып отыр десеңіз, мен қазақтың асығын, ойындарын дәріптеп, дамытып, оны мәдени мұра ретінде қалыптастыруға атсалысып жүрген азамат. Міне ертең наурызда Дүрбден шаға қазақтың асығы дейтін ойындар ертең наурыз орай біз біріктіріп бірлесіп, қазақтармен дүрбеттер бірлесіп наурызда осындай ойын жүргізгелі жатырмыз. Міне мына кісі қазір айтады, мына Сармен бүркіткен холбооны тергөн біздің досымыз да осының басында. Міне әуелі сіздерге жаңағы салиқалы қарияларымен кездесуге, жүздесуге мынандай сәттілік туғызсаңыз, мына 3 достық кеп тағы да біз үшеумізді былай жүздестіріп қауыштырғанға тағы мына мүмкіндік жасап жатсыздар. Сіздерге алды разы болсын. За хамгийн түрүүнд өнөөдөр биднийг баян үлгий чүүдийг тэд дотроо аймаг олон жил удирдсан Ахмад одоо тэтгэвртэнгүүд өндөр настангуудыг амын түүжлэн көдөөрн утгаас бид нарыганд залж өнөөдөр том марк хэмжээ зохион байгуулсан энэ Самбар Бөгөж компани дарга энх бол дүүдэн болдоо дүүдэн бас гэр бүлийнхэн хүмүүст нь бүгдээрэнд нь Наурызын баярын мэнд хүргэе. Манай Цэнгэл сум бол Монголын хамгийн баруун захын сум. Цэнгэл сум бол Монголын одоо олон үндэстэн ястан амьдардаг бас онцлогтой сум. Цөөнх болсон казакууд байна. Цөөнх дотроо бас цөөнх бол туваашууд бас Цэнгэлд амьдарч байгаа. Манай Цэнгэл сум бол хүн амны тоогоор 10,000 орчим болж байна. Малан өссөн 380 сая малтай болсон байна. За нүүдэлчин соёл одоо манай баруун аймаг тэд дотроо манай Цэнгэл сумд хадгалагдсан байна. Монголын одоо дээвэр болсон ноён оргил Алтай таван буудын хүйтэн оргил маань Цэнгэл сумд байна. Сүүлийн жилд нүүдэлчин архус соёл, Наурызын баяр, цагаан сар, за ислам шашин, шарын шашин, дээрээс нь тугаашуудын шүтдэг бөөгийн мөрөглийг одоо дэлхийн нийтэд таниулж энийг одоо сурталчилж за энэ баярыг бас нэг зүгээр баяр бол өнгөрөөх шүү тийм ээ. Тэр нуурын нутгийн ард түмний бас эв найрамд зан заашил түүх соёлыг одоо гүндэтгэх за мартагдсныг сэргээх одоо байгаагийн бас улам сайжруулах дэвшлүүлэх тэр дундаа энэ улс үндэстний эв найрамд энэ олон мянган жил хамтран нэг дор амьдарч ирсэн улсуудын одоо баяр наадмаар бие биенээ уулзуулах ийм том арга хэмжээг бас зохион байгуулалт санаачилсан болоод дахин баяр хүргэе.
дээрээс нь сэнгэл суугаа манай нутгийн өвөөнүүд казакуудад Наурузын баярын мэнд дэвшүүлээ. Мөн тэнд байгаа Түгээс Улбас ах トゥ Уранхай артманд бол Наурузын баярын мэнд дэвшүүлье. Энийг би энэ Алтай таван богд Монголын ноён оргил болсон Алтай таван богдын улсын хамгаалтанд авч зөвхөн энэ ард түмний одоо түүх соёлыг биш дээрээс тэр байгаль орчныг хамгаалах. Түүх соёлын дурсгал мянган жилийн түүхтэй тэр олон түүх соёлын дурсгал байгалийн сайхан тэрийг одоо хамгаалтанд авч зөвхөн байгаль гэдэг утгаар нь биш түүх соёл гэдэг утгаар нь хамттанд ЮНЕСКОд өргөн барьж зарим хэсэг нь одоо ЮНЕСКОгийн дэлхийн одоо өвийн соёл бүтгүүлснээр бас бахархдаг. Тэгээд дээрээс нь Наурузын баяр гэдэг бол төрөн хүмүүс ярьсан бас онцлогтой. Энийг бас казахад тайлбарлах зүйл бодож байна. Наурuz мерекестэгээс заяа айтдаг. Наурuz көжөөдөгөөс жит төр насын тараад. Энэ чинь угаас учир тутаа юм шиг байна. Нэгэд эсэнгээс бид нар тэгэндээ бид бүгдээрээ тэнгэр бөөж шүтж исэн арт юм шүү дээ. Нүүдэлч тийм ээ. Хүннүүгээс скифийн цагаас өсвөлээд Туркигээс өсвөлээд бид нар бол тэнгэр шүтж исэн арт юм. Тэр шүтэн бол зөвхөн тууш хадгалсан байна. За казакууд бол бид ислам шашныг гот гэдэг. За Уранхайлар Монгол халк болгондоо яг шарын шашин гот гэдэг. Остон бүрэн біздің биткен яг динimiz аспан болгон бол тэнгэр шүтжсэн. Бид долоон борхоо шүтжсэн арт юм. За казахтрайт жит гарах шили. Жит аспан жетгат аспан дейді. Мысалы жетгат мал дейді. Мысалы жеті түрлі қазына дейді. Осыңыздың бәрі бүгін Наурыз көженің ішіне жаңағы жеті түрлі аса қосатын себебіңіз бұл дээргес ол үнсізден жоқ биш. Тэгэхээр Наурызын бәрі жоқ өнөдір биш 100 жилийн өмнө биш. Наурызын баяр нарийн ярих бол нэлээд дээх юм одоо мянган жил төгтөө юм шиг байна. Тий. Энэ цагаан сарын баяр Наурызын баяр цаад утгаараа бол нэг утгасдар маа. За үлхэн дөргө бас босу салем беріп ийліп тамағын дайындау жақсы жаманның бәрін жаңағы жолы арастау жақсылықта алдымызға келу деген сықыр. 10 толдың арғар. Тийм бе? 10 толдың арғар ялғата болғасы үш, энэ угас сад ұтқара ағуыл бол не ғайыр. Соның ішінде мысалы мен табиғат қорғаудың адам болғандықтан мына Наурыз мерекесінде жаңа үлкендердің айтпаған бір нәрсесі. Наурызда не істейміз? Наурызда өзен көлдің бойын тазалаймыз. Бұлақ судың көзін ашамыз. Бұрын үлкендер ағаш екен Наурызда. Бұрын үлкендер жаңағы өві ачхуға дағудат мод тәрді бейді. Үлкен шалдар айтады ғой, 1000 мал қалғанша үйің сыртында бір тал қалсын. Осын дәстүрлі осы салтты Наурыздың істеп келген. Наурыз күні үйінің ішін тазалайтын болған, сыртын тазалайтын болған, адам өз денесін тазалайтын болған, үй әріс болсын. Сонан кейін жаңағы ренжісіп қалған адам болса оған барып сөйлесіп, әңгімелесіп деген ас дәмдерін ауыстырып деген сықыз. Әрісат. Сол жеті деген тамаққа жаңа ақтың кіретін себебі арғы тарих. Ол енді Моңғол жұртында да бар, қазақ жұртында да бар. Осы бір айтқан кезде. Екінші табиғат қорғауға байланысты біз енді тегінен аса нүүдчің арттың бол байғала хамгаалчысың арттың. Оточсың энэ тэр хамгаалчысың тэр занзаас тэр соёлоо бид мартах ёсгүй. Бид мартахгүй байгаа. За яг энэ Наурызын баярыг ухтууж манай Монголын нүүдчийн уул эрдийн холбоо энэ одоо манай баярын үед дөрвүүд Тува Уранхай холбоо байна шүү дээ. Олон одоо олон нийтийн байгуул нийлээд 19-22-ны хооронд ингээд Алтай өвлийн наадам зохион байгуулж. Бас Наурызын баярыг ухтууж анхудаага. Энэ ягаад гэвэл нэгдүгээр бид нар бас бие биенээ хүндэтгэе. Бие биенийх өв соёлыг бас дэмжиж, туслая тийм ээ. Мартагдсны шинээр сэргээе. Одоо байгааг нь улам баяжуулъя. Тэгснээрээ зөвхөн одоо өргөдийн баяр зохиох биш. Тийм ээ. Зөвхөн өргөдийн баярыг гаднаас жуулсан гийсэн хүлээн авах биш. Үүл бид нар ягаад нэг үндэснийхээ онцлог тэр шагаа дөрүүдийн шагаа казакийн шагаа наадгаа сурах харба казакийн Жамбату мэтийн одоо ингээд мартагдсан одоо наадгааруудыг бас сэргээе. Ингэснээр бас тэгээд энэ өргөжүүлийн шинээр бий болгож залуучуудаас өвлүүлж үлдээе. Ингэснээр бас гадаадаас ирдэг одоо жуулчдын тоог бас нэмэрлэе. Жуулсан гадаадаас нэг хүн ирэх юм бол болдогийн одоо олон салаа дэлгүүрээс нэг нь
бараа худалдаж авна тийм ээ. Таны бүдүүний хүн гэж бөвөн гихмичнэ гэр. А бид нар одоо тэр олон төрийн мэс байгуул хүн хөдөөний матчд бас тодорхой хэмжээ ашиг мөнгө олно шүү дээ. Хамгийн гол санаал бол ерөөсөө мартагдсан энэ нүүдсийн ахуй соёлыг бол бас сэргээе. Дээдлие. Энийг одоо Хит таниулъя. Ихэд таниулъя. Тэгэхээр Монгол орн бол зөвхөн одоо бүргэдийн хасаа фут зөвхөн бүргэдийн баяр биш. Монгол орн бол зөвхөн хөвсгөрийн одоо мөсний баяр биш те. Өвөн говийн зөвхөн тэмэн баяр биш. Манайд бол бүх боломж байна. Манайд бүх брэнд бол байж байна. Нэрийн худал байна. Гэдгийг бол бас энэ Наврусын баяраар харуулахыг бид нэр зорж байгаамаа. За сорманы энд хөрмөтдөг өрөөрмөн Навруслараас утга болсон, ахтарс мол болсон, улстар вон болсон. Навруслалыг таагруулж яг дастархан тоог, уян гайгүй жоқ, жаңажил жагслаг гэрээ хинжил болсон. Хайтаран сормод болда бауырымызға биш бара шағасаа келінге барыштарына. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум қадірменді Моңғолияның түкпір-түкпіріндегі мекен етіп жатқан Моңғол, Қазақ, Тыва, Дүрбет ағайындар, халық ағайындар, баршаңыз келе жатқан қасиетті күн мен түннің теңелген айы Наурыз мерекелеріңізбен қызу құттықтаймыз. Бүгін міне қасиетті осы келе жатқан Наурыз мерекесіне сәйкес Самбығар бөгелші үлкен компанияның директоры бауырымыз енкі болды. Аймағымыздың үлкен ақжаулық аналарын, ақсақалды аталарын бас қосып, мына бүгін үлкен зәулім сарайда Наурыздың шайын беріп жатыр. Үлкен ақ баталар айтылып жатыр. Осы айтылған ақ баталар Алланың құлағына шалынып қабыл боп, еліміз, жұртымыз тыныш, жақсы тойлап, ел жерімізге ырыс, береке, бірлік беріп, ағайын туыстармен бірлігіміз, тірлігіміз бірге боп, жақсы тойлайық ағайындар. Үлкен қариялардан бат алып жатқан бауырларым, істерің ілгері, дендерің сау болсын. Ұзақ ғұмыр жас жасаңдар, әлде де үлкен зәулім сарайдар, үлкен жұмыс орындарын салып, халыққа елеулі еңбек етіңдер. Бағанадан бері үлкен қариялар сондай баталарын беріп жатыр. Ал енді бүгін міне құтты құрдастар атынан 1974 жылы 10-шы А класын тауысқан кезіндегі баладар бүгін ақсақалды аталар боп, міне болды бауырымыздың шақыруымен Наурыз шайын ішіп отырмыз. Болды, соғызылма, нансылма. Көп-көп рахмет. Істерің ілгер, дендерің сау болсын. Арғарайда үлкен биік белестерден көріне беріңдер. Ал бізді көріп отырған көрермен тойшы қауым баршаңызға жақсылық, береке, бірлік, ұлыстарыңыз оң, ақ мол болсын. Жерлерімізге ырыс мол боп, еліміз тату тәтті, жақсы өмір кешейік. Көп рахмет. Жалпы қазақ халқы тазалықты дәріптейтін осындай бір таза, дана халық. Олай дейтін себебіміз ас ішерден бұрында, ас ішкеннен кейін де қол жууды әдетке айналдырған осындай бір тамаша ұлт деуге болады. Сондықтан жаңа ғана асымыз, етіміз пісерден бұрын қарияларымыз қолын жуып, батасын айтып, асқа қол сұққан болса, енді қарияларымыз астан кейін де өздерінің ас қайыру батасын беріп, қолдарын жуатын болады. Олай болса, атамыздан ас қайыру батасын алады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі Құдай оңдасын, әулияты қолдасын. Әулияты қолдаса халқымыз еш жамандық болмасын. Халқымыз ұлыс күні құтты болсын, халқымызға тыныштық болсын, береке, бірлік болсын, доңы жылы нұрға толып, өлкөміз төлге толсын, өлкөміз кеңге толсын, өрісіміз төлге толсын, қорамыз қозыға толсын, көгенім желіміз құлынға толсын, үйчігіміз лаққа толсын, сай-сала бұлаққа толсын, қазанымыздан қаспақ кетпесін, қарнымыздан май кетпесін, қамымыздан құрт кетпесін.
ел бастаған көсемдердің арбасы өрге тарсын, халықты басқарып отырған бастықтарым әділдіктен танбасын, ұлыс оңбасын, ақ мол болсын, наурызтай салтымыз аман болсын, халқымыз. Аллах акбар. За одоо нэвтрүүлгийнхээ дараагийн үе шат болох манай нэвтрүүлгийн маань зочдтой самбгаар бөгөөж компанийн захирлын одоо гарын бэлгийг гардуулахад бэлэн боллоо. Та бас оролцож байгаа одоо эмээ өвөө нарт маань баярлалснаа илэрхийлээд гарын бэлгээ гардуулахгүй юу? За тэгэхээр одоо бидний урлагийг хүлээж авч хөрөлцснээс нь нутгийн сайхан буурлуудаа баярлалаа. Тэгээд манай компани зүгээс энэ хэдэн буурлуудаа бас гарийнхаа бэлэг барих гэж байгаамаа. Тэрийг хүлээж авна уу та. Та бүгд маань урт нас удаан жагаараа гэдэг яриад явжээ.